Ассаламу алейкум достар, құрметті көрермендер. Бүгін біз Алланың қалауымен құрма шығардық. Міне қалай шығарып жатыр десеңіздер, міне өздеріңіз көріп тұрғандай, бір реттік пайдаланылатын салфетка, кәдімгі қол сүртетін қағаз секілді салфеткамыз. Міне байқасаңыздар, міне ішінде 3 құрма жатыр. Алдында қарбызды осылай жасап өндіріп еккен болатынмын, оны өздеріңіз көрдіңіздер. Құдай қаласа, көрмеген болсаңыздар, менің басқа да бейнероликтерімді көрсеңіздер болады. Міне құрманы өсір деп бір кісі комментарийға жазған екен. Мықты болсаң құрма өсір деді. Міне өсірдім. Аллаға шүкір, міне шығып жатыр. Міне енді бұны үлкендеу мынадай ыдысқа көшіретін болам. Құдай қаласа, гүлдің ыдысы міне қалай шығады десеңіздер, міне шығып жатыр. Міне өздеріңіз байқап тұрғандай, құрманың міне мынадай астында бөлігі болады, өзінің бөлшегі. Қазір жөндеп көрінбей жатыр. Осының мына тегіс жағынан шығады екен, міне. Көріп отқан болсаңыздар, міне осылайынан шығады екен. Міне мыналар да енді кішкене көрініп жатыр, кішкене шамалы, міне қазір. Міне мына жерін байқасаңыздар, міне мынандай кішкентай өзі бір жаңағыдай өзі орны тұр, көрініп, жақынырақ қарасаңыздар көрінеді. Мына видеода жөнді көрінбей жатыр. Тура осылайынан шығады. Міне осыны аламыз да, Құдай қаласа. Міне былайынан егетін боламыз. Наған алдын ала биогумуспен топырақты араластырдым. Және де су құйдым. Кішкене су құйып, ылғалдап қойдым. Енді міне егетін боламыз, Құдай қаласа. Міне осылайынан мына үшкір жағын жоғары қаратып егетін боламыз. Міне осылайынан, Құдай қаласа, осылай егеміз. Міне су шашып тұратын боламыз. Міне Құдай қаласа, құрманы өсіріп, ары қарай қалай өсіп жатыр, не болып жатыр, барлығын көрсететін болам. Құдай қаласа, міне осындай әдіспен өсірсеңіздер болады. Міне құрманы салып, осылайынан жауып, міне астында да бір реттік қол сүртетін кәдімгі салфетка. Міне осылайынан жауып, үстіне кішкене су шашып қоямыз. Содан кейін бетін мүмкіндік болса салфанмен жауып қойсаңыздар, үй жағдайында тұрады. 2 апта дегенде өсіп шықты. Жаңағыдай бүршік жарды 2 аптада. Құдай қаласа, мыналар кішкене кешігіп жатыр. Бұларды көреміз енді. Құдай қаласа, осының өскенін күтетін боламыз. Қанша уақытта өседі, қалай өседі, ары қарай көрсететін болам. Құдай қаласа, достар, осы бейнеролик ұнаған болса, өздеріңіздің үлпілдеріңізді басып, және де пікірлеріңізді қалдырып, және де біздің арнаға тіркеліп, бізге қолдау көрсетіп отыруды ұмытпаңыздар. Және де осы бейнероликті өздеріңіздің достарыңызбен бөлісіп, Құдай қаласа, барлығыңыз қолдау білдірсеңіздер жақсы болатын еді. Барлығыңызға рахмет.